балалар, бүгінгі ұйымдастырған оқу іс-әрекетімізде математика сабағы. Бөліміміз сан және санау. Бүгінгі тақырыбымыз маған ұнайтын жыл мезгілі. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамастан барлығымыз ортаға келіп, жылулық шеңберін сезінеміз. Келіңдер балалар, ортаға келіп, шаттық шеңберді тұрамыз. Жылдан келе ғой. Дөңгеленіп тұрайық, достық лебін құрайық, математикамен дос болып, біз көңілді болайық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Жарайсың. Қыс мезгілінде қанша ай бар балалар? Маған кім атайды қыс мезгілінің айларын? Ерлан атай қошқан. Қыс мезгілдердің айларын. Балалар, кән бәріміз бері қараймыз. Балалар, тапсырманы орындап болдық па? Кітаптағы. Жарайсына орындап болсақ, енді біз топпен жұмыс береміз. Сендерге әр топқа жеке-жеке тапсырма беремін. Сол тапсырманы орындап шығамыз. Бірінші топқа, мына жерден 1-ден 10-ға дейін сандар беріледі. 1-ден 10-ға дейін сандарды рет-ретімен тура қойып шықса, бір сурет шығады. Керемет сурет шығады. Сол суретті құрастырып шығамыз балалар. 1-ден 10-ға дейін қойып шығуымыз рет-ретімен сандарды. Балалар, біз математика сандарды тура және кері санауды білеміз ғой, сол тура қойып шығамыз. Тура қойып шығамыз. Енді келесі топтың тапсырмасы мына жерде қалып қойған сандарды не істейміз? Қойып шығады екенбіз. Енді келесі топтың тапсырмасы мына сандарды бір-біріне сәйкестендіреміз. Кән балалар, сәйкестендіріңдер. Кән топпен жұмыс жасаймыз, балалар, шуламаймыз. Кән топпен жұмыс жасаймыз, балалар. Топпен жарайсыңдар, өте керемет балалар. Жарайсыңдар. Кән мына топ қандай жасайды? Жарайсың, дұрыс. Ретімен қойып шығамыз. Өте керемет. Шұғыланың тобы бірінші орында деген. Кән бұл топтың тапсырмасын тексеріп шығайықшы. Кәні, 1-ден кейін қандай сан болады тұршы орнынан? Шұғыла 1-ден кейін 2 сан. 2-ден кейін қандай сан? 1-ден кейін қандай сан? 3-ден кейін қандай сан? Қатты шығады осында. 8. Жарайсыңдар. Балдар шұғыла дұрыс айтты ма сандарды? Дұрыс айтты. Керемет отыра ғой. Енді келесі топ, қай топ болды екен балалар? Қай топ болды екен? Сендер болыңдар ма? Жарайсыңдар. Кәні, бұл жерде сандар мен сандарды, мына жерде берілген түрлі түсті нелер бар? Ненің суреттерін көріп тұрмыз балалар? Мынау ненің суреті? Қолғапты қай уақытта киеміз? Қай мезгілде киеміз? Қыс мезгілінде киеміз. Жарайсыңдар. Міне, кел, қолдана түсіндіре ғой, кән? Мына жерде тапсырма қалай орындадың? Мына жердегі қолғапты не істедік бір-біріне? Санап, салыстырдық, дұрыс. Яғни қай жақтың қолғабы көп болып тұр екен, ана жаққа қарап. Кән санап шықшы. 9 қолғабы екен. Ана жаққа қанша қолғап бар екен? Қатты. 6 қолғап бар екен. Жарайсыңдар. Балалар, дұрыс орындап па тапсырманы? Дұрыс орындаған. Бұл топқа жарайсыңдар. Өте керемет қатыстыңдар балалар. Енді келесі топтың тапсырмасын көрейікші. Келесі топ қалай орындады екен тапсырманы? Кәні, болыңдар ма жүрсең? Кән, әкелі қойыңдар. Әкелі қой. Қойса жүрді, қой. Бер қарап. Бұлай қой жібер. Дұрыс қой жібер. Бұл топта дұрыс орындаған екен. Бұл жерде ненің суреті шықты? Жүзен айта қойшы кәні. Қоян. Не ұстап тұр екен қоян? Қолына. Сәбіз ұстап тұр екен. Жарайсың. Міне. Не қаратамыз? Бұл отыр жүрсен. Жарайсыңдар. Міне. Бұл жерде ненің суреті шықты екен? Қоянның сәбіз ұстап тұрған қоянның суреті шықты екен. Бұл жерде 1-ден 10-ға дейін не істеді? Тура қойып шықтық екен сандарды. Жарайсыңдар балалар. Кән балалар, бір серік алу үшін орнымыздан бәріміз тұрамыз.
орындарыңа тұрыңдар, түзу болып тұрамыз екен. Оң қолымда бес саусақ, сол қолымда бес саусақ, қостырып едім барлығын, болып шықты он саусақ. Жарайсыңдар балалар, бір сергіп алдық па? Отыра қойыңдар орындарына. Балалар, енді келесі тапсырмаға қарайықшы. Келесі тапсырмамыз бізде бастырып сыз және боя дейді. Міне, кітабымызда бұл сурет бар ма балалар? Бар, тапсырма бар екен. Сол тапсырманы не істейміз? Мына жерде үзік сызықпен берілген тапсырмалар. Сол тапсырмаларды қаламмен басып сызамыз және түрлі түсті қаламдармен не істейміз? Бояймыз екенбіз. Барлығымыз жұмыс жасаймыз. Кітабымызды ашып, үзік сызықтарды бір-біріне не істейміз? Жалғап сызамыз. Сіз Диас жаза орындайды, тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар балалар. Мана топта жақсы орындап отыр тапсырмалар. Келесі топ ше. Жарайсың жүзен. Апа, мен болдым. Кім орындап болды тапсырманы? Мен. Мына топ. Алдына қарай бол. Түзіп отырамыз. Орындап болса, жарайсың, өте керемет, жақсы қатысты Диас сабаққа. Диас та жақсы қатысты. Ұлдана да жақсы қатысты, балдар. Кім орындап болды? Орындап болса, балалар, кім? Балалар, орындап болдық па тапсырманы? Кітаптағы тапсырманы орындадық па? Асықпай үстіне сызып шығамыз. Бастырып сызамыз үстіне. Жарайсыңдар балалар. Орындап болдық па? Болсақ, енді келесі тапсырмаға қарайықшы. Барлығымыз маған қараймыз, балалар. Балалар, жыл мезгіліне сәйкес заттарды таңда дейді. Және де сызып қосыңдар дейді. Бер қараймыз, Диас. Мына жерде балалар, мына жерде ұл мен қыздар тұр екен, я? Ұл мен қыздардың киімдері қандай екен балалар? Әр жыл мезгіліне байланысты киініп алған, я балалар? Қарайықшы кәні. Мына бірінші қыз қандай мезгілдің киімін киіп алған? Жарайсың, Радия, көз мезгіл. Келесі балашы ұл баланың киімі. Қыз мезгілі жарайсың. Келесі қыз баланың киімі қандай мезгілдің киімін киіп алған? Көктем. Келесі баланың ұл баланың жаз мезгілі. Енді мына жерде бізге заттар берілген. Әр жыл мезгілінде қолданатын, ойнайтын мына жерде заттар берілген екен. Сол заттарды атап шығайықшы. Мына бірінші доп тұр екен, я? Допты біз қай мезгілде ойнаймыз, балалар? Жаз мезгілінде, жарайсыңдар. Енді келесі қолшатыр екен. Қолшатыр мына жерде кім қолданады? Мына қыз қолданады екен. Қолшатырмен күз мезгілінде қолданады екен, я? Ал допты қай мезгілде екен? Жаз доппен мына баланы бір-біріне сәйкестендіріп сызып қосамыз. Енді келесі мынау екен, балалар? Қай мезгілде қолданатын зат екен, балалар? Қыз шаңғы екен. Қай мезгілде тебеді екен шаңғыны? Қыз мезгілінде шаңғы тебеді екенбіз. Аққала жасайды екенбіз. Шанамен сырғанап ойнайды екенбіз, я балалар? Енді жарайсыңдар. Келесі. Мынау не мезгілде? Я секірмек екен, я? Оны қай мезгілде ойнайды екен мына қыз? Жарайсың, Әдия, көктем мезгілінде ойнайды екен. Осы суреттерді балалар бір-біріне сәйкестендіріп қосамыз, балалар. Барлығымыз кітабымызда суреттер бар, тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды сызып қос. Қарғаш. Мен болдым. Жарайсың. Мен тексеріп шығайыншы. Әдия, жарайсың, керемет орындаған. Нұртас, сәйкестендір ол. Жарайсың да балалар. Шұғыланып өте керемет екен. Балалар қараңдаршы. Мына жақта шұғыланың тапсырмасы өте керемет орындалған екен.
бір-біріне сәйкестендіріпті, иә балалар? Әдемі боялған екен. Шұғылаға 5 сабаққа жақсы қатысты балалар. Міне, Мирланның да сәйкестендірген өте жақсы сәйкестендірген екен, иә Мирлан? Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі балалар бүгінгі оқу қызметімізді, іс-әрекетімізде математика сабағында балалар біз жыл мезгілдерімен таныстық дейді, иә? Бұл маған ұнайтын жыл мезгілдері екен, иә тақырыбымыз? Бүгінгі тақырып түсінікті болды ма балалар? Иә. Біз немен таныстық бүгін? Қандай тапсырмалы тақырыппен таныстық? Жыл мезгіл. Бір жылда 4 мезгіл бар екеніне таныстық, иә балалар? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма балалар? Иә. Сендерге үлкен рахмет, сабаққа жақсы қатыстыңдар. Сендерге мынандай смайликпен сендерді бағалап шығамын. Мына топта Шұғыла жақсы орындады, жақсы қатысты сабаққа. Мына топта Диас қатысты. Әдия өте керемет қатысты. Әдияға 4 смайлик беремін. Міне жарайсың. Мына топта Диас жақсы қатысты сабаққа. Диасқа беремін. Ұлдана жақсы қатысты балалар, иә? Тағы да кім қатысты сабаққа? Нұриман да қатысты, барлығы сабаққа қатысты балалар. Келесі топта Жүзен өте жақсы қатысты ма балалар? Тапсырмаларды жақсы орындады, иә? Жүзенге беремін, иә? Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.